Ақтөбе су арнасының өкілдері Ақтөбе су Energy Group акционерлік қоғамының мамандары су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Сала өкілдері Шымкентте ауыз суды залалсыздандыру қондырғысын қолдану тәжірибесімен танысты. Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұзақ уақыт бойы Grundfos автоматты қондырғысын қолданып келеді. Құрылғыны дат және неміс инженерлері бірлесіп жасаған. Қондырғы жоғары сапалы, өнімділікпен және қауіпсіздікпен ерекшеленеді. Оператор аспаптардың көрсеткіштерінің қадағалап, арнайы су ыдысына қажетті мөлшерде таблетка тұзын уақытында қосады. Осыдан кейін ерітінді электролиз қондырғысына түседі. Содан кейін дайын өнім 5 тонналық резервуарға жіберіледі. Ауыз суға автоматты түрде қажетті натрий гиперхлориті қосылып, магистралды құбырларға жіберіледі. Келудегі бізде ең басты мақсатымыз осы қала арасындағы еліміздегі барлық водоканал, су шаруашылығымен айналысатын мекемелер мен жұмысшылар арасында опыт алмасу, еңбек өтілі бойынша жұмыстар жүргізу, және де ең басты мақсатымыз мына суды залалсыздандыру, жаңа обеззараживание айтамыз, сол обеззараживание кезіндегі қолдану әдістері. Мына Шымкент қаласында қазір обеззараживание әдісі гипохлорид натриймен қолданады. Бізде басқа емес, сол методқа көшу бойынша жұмыстармен танысу. Бізде обеззараживание методы жидкий хлормен ол өте бір жағынан оны тасымалдауы, оны сақтауы адамға, сол аумақтағы адамға өте зиян болып есептеледі. Сол себептен біз более безопасный метод есебінде гипохлорид натрийға көшу мәселесін қарастырып жатырмыз қазіргі уақытта. Ақтөбе кәсіпорнының өкілдері суды залалсыздандырудың осы әдісін қолдануда бірқатар артықшылықтарға ие екенін түсінді. Бұл қауіпсіз және ыңғайлы және ең бастысы қаржылық тұрғыда тиімді. Ақтөбе су Energy Group акционерлік қоғамының қызметін 150 мыңға жуық абонент пайдаланады. Оның 137 мыңы жеке тұлғалар және 5 мыңнан астамы заңды тұлғалар. Кәсіпорынның балансында 55 кәріз сорғы станциясы, 35 су қабылдағыш және 30 мыңнан астам құдық бар.